баға жетпес ұлттық құндылығымыздың бірі қамшы. Бұл бүгінде әр қазақтың шаңырағында сән беретін ұлттық бұйым. Қамшыны әбден үйге қанған сиырдың терісінен жіңішкелеп тіліп, айналдыра өрнектеп, тесіп, маржандай жарқыратып, өрімін өріп, сәндеп жасайды. Қамшының да түрі болады. Сүндет қамшы, бәйге қамшы, көкпар қамшы, дойыр қамшы, сап қамшы, барымта қамшы, бәсіре қамшы, неке қамшысы, үйір қамшысы. Мысалы, бәйге қамшысы дегеніміз ол бәйге жарысында қолданылатын қамшы. Ал көкпар қамшысы бұл көкпар жарыста атқа деген сенімділікті арттыру мақсатында пайдаланылатын қамшы. Төрт түлік малдың жүні қазақ өмірінің тіршілігінде үлкен рөл атқарады. Жүннен бау, жіп, арқа, киім-кешек және әртүрлі бұйымдар тоқуға болады. Ең алдымен жүннің қалай жасалатынын саған түсіндірейін, иә қызым? Қойдан жүнді қырқып аламыз. Содан кейін дайын жүнді жуамыз, тазалаймыз, оны кептіреміз. Кептіргеннен кейін мынадай жүнді сабаумен сабап тазалаймыз, иә? Таза жүнді тағы да одан әрі тазалау үшін былай түтіп бастарын аламыз. Содан соң дайын жүнді мынадай ұршық деп аталады бұл, иә? Ұршық арқылы иіріп қой. Мынадай жіптер дайындаймыз. Осы дайын жіптен мынадай әдемі шұлықтар тоқимыз. Және де тек қана шұлық қана емес, бұдан әдемі қолғаптар тоқуға болады, әдемі киімдер тоқуға болады. Және де жүнді түрлі түсті бояуларға бояп, мынадай әдемі шұлықтар, түрлі түсті әдемі киімдер дайындаймыз. Түсіндің ғой, иә қызым? Сонымен қатар бұл жүнді тек қана тоқуға ғана пайдаланбай, бұл жүнді мынадай әдемі көрпешелердің ішіне салып пайдаланамыз, иә? Ол бізге жұмсақты әрі ыңғайлылық береді, иә? Түсіндің ғой, иә қызым? Қызым, міне саған мен жүннің қайдан алынатыны туралы түсіндірдім. Әке көрген олжынар, ана көрген тон пішер демекші. Әкеңде ініңе қамшының шығу тарихын түсіндірсе, мен саған жүннің қайдан пайда болатыны туралы түсіндірдім. Осыны мұқият есіңде сақтап, болашақ ұрпаққа дәріптейсің, жарай ма?